онда сіздің ешқашанда оны одан артық құлшынып 700 мың юандық немесе 1 миллион юандық үй сатып алуыңыздың қажеті жоқ. Достар, менен сұрайды да, үйді 30 жылға бөліп сатып алған жақсы ма? Жоқ әлде 30 жылға үйді майлап отырған жақсы ма дейді. Енді әрине, әрқайсының өзіне тән артықшылығы және кемшілігі бар болатын шығар. Десе де енді қазіргі кездегі біздің мынау қалыптасқан қоғамдық көзқарасымыз үшін болған кезде үйді майлап алғаннан гөрі сатып алған дұрыс. Өйткені ең соңында үй тағы да өзіңде қалады. Мейлі ол кейін үйдің бағасы арзандап кетсе де, үй тағы да сенің өзіңдікі болмақ. Ал енді майлап алатын болсақ, біздің ақшамыз да елдікі болады, және соңында үй өзімізге қалмайды. Бұл жағынан алып айтқан кезде әрине үйдің өзіңізге тән болғандығына жетпейді. Ал екінші жағынан бір адамның кәсібінің жақсы дамуы, алаңсыз түрде жұмыс жасау үшін оларда сөзсіз түрде бір баспана болу керек. Бұл шын алып айтқан кезде және де майлап алуды құптамаймыз деген сөз. Олай болса ендеше үйді сөзсіз түрде 30 жылға бөліп төлеп сатып алу керек па? Немесе осындай сатып алу барысында неге көңіл бөлу керек? Енді бұл жағында да айттық. Егер шаман келмеген жағдай астында жоғары өсім төлеп немесе жоғары қарызбенен үй сатып алсаң, оның төлейтін бодауы бір шама көбірек болады дедік. Ал енді үйді сатып алуға болады. Бірақ бұл жерде біз сөзсіз түрде біріншісі шамаға қарай шарықтау деген мәселеге қатты көңіл бөлуіміз керек. Екіншісі, үй отыруға жараса болды. Оның сөзсіз үлкен болуы, сөзсіз жаңа болуы, сөзсіз қымбат болуы маңызды емес. Ендеше қазіргі жағдай астында адамдар өздерінің экономикалық жағдайына қарай отырып, алуан түрлі үйлерді сатып алып жатады. Және ондай сатып алуға қазір көптеген адамдардың мүмкіндігі де бар. Сол үшін де, егерде сіздің қалтаңыздағы ақшаңыз 300 мың юандық үйге, немесе 500 мың юандық үйге толық жететін болса, онда сіздің ешқашанда оны одан артық құлшынып 700 мың юандық немесе 1 миллион юандық үй сатып алуыңыздың қажеті жоқ. Біз өзіміздің төлей алатын көлеміміз мөлшерінде үй сатып алсақ болғаны. Осылай болған кезде, біріншісі, біз басымызға артық қарызды іліп алмаймыз. Екіншісі, қажетсіз өсім төлемейміз. Үшіншісі, ең бастысы, өзімізге тән болған үйіміз бар болады. Егерде жоғарыдағы мазмұндар ұнап жататын болса, жоғарыдағы қосу белгісін басып бізге қосылып алыңыздар. Атой 2025 деген үн-хат нөмірін қосып алсаңыздар, тіпті де көптеген мазмұндарменен жақсы, мәйекті дүниелерді біле алатын боласыздар. 记得关注再走哦。